балдарымды отандық кітаптарымен, ертегілерімен тәрбиеленсін, өссін деп осындай идеялар келді. Әрине, риза емеспін. Қазіргі балдар өте компьютер ойындарына, телефонға, планшеттарға көп қызығады. Кітаптарды көбінше қызықпайды. Сондықтан біз ол жақсылыққа алып келмейді. Сондықтан біз қазір осы кітаптар, ертегілер арқылы балаларға тәрбие беру керек, қызықтыру керек. Ер достық, содан кейін күн астындағы күнекей қыз, Алиса в стране чудес. Менің атым Қожа, Золушка, Мың бір түн. Сіз білесіз, біздің заманда біз көп оқып, сол қызығып жүрген сол кітаптар. Балалар оқыса өте жақсы тәрбиелер алады сол кітаптарды. Менде ондай ой болған жоқ. Кітап қайтарымсыз бизнес. Ондай пайда да жоқ ол кітаппен, шындықты айту керек. Мен енді оны сізге өзім жаңадан сол неге, қалай деп айтасыз, бизнес кітабы дейме, сонда ертегілер жазуға кіріп келе жатырмын. Мына 1 жыл болды. Сондықтан мен ол қаражаттарды әлі есептеп жеткенім жоқ. Балалардың осы ерекшелігі көп. Мысалы, кітаптың суреті өте жақсы болу керек, сапасы да, өзі де. Балалар өте кішкентайлар соған мән береді. Сондықтан дизайнерлермен ақылдасып, көмек беріп жатыр оларда. Өзім психолог болғасын, маған ол өте көмек беріп жатыр. Маған оңай болып тұр, балалардың психологиясын білгесін. Бірінші қандай кітапты шығару ойыңыз бар екенін, дизайнер болсын, суретші болсын, олар сізге қарап тұрады. Негізі бұл жаңа біздің заманымыздың бизнесі болғасын, көп адамдар мен кездесім, олар білмейді оны. Сондықтан ол басындан өзім дұрыстап түсіндіріп, әрбір сөзіні, әрбір мағынасын, әрбір суретіні бірнеше рет өзім қарап өтем.